Ақтөбеге жұмыс сапарымен премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев келді. Мемлекеттік бағдарламалардың іске асуына назар аударған ол бірнеше нысанда болып, аймақтың дамуына баға берді. Қазхром акционерлік қоғамының кезекті ферроқорыту цехының құрылысымен танысып, Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінде болды. Ақтөбе Мәртөк тасжолының сапасына өңірлік даму министрі оң баға берді. Логистикалық орталықтарды дамыту керектігіне де тоқталды. Ақтөбеде бұрын соңды болмаған рельс қалтқы зауыты аймақтың экономикалық дамуына зор үлес қосуда. Сапар барысында қолжетімді баспана бағдарламасы да шет қалмады. Жаңадан іргетасы қаланған Нұра Ақтөбе шағын ауданында болған бірінші вице-премьер сыры кетпеген тұрғын үйлердің құрылысына баға берді. Мына көріп отырғанымыз енді барлық жерде де жұмыстың қарқыны жоғары. Осы бағдарлама бойынша қаржылар игерілу басталғандығы ол енді қуантады. Өйткені бұның бәрін халық көріп отыр, халық біліп отыр, ол халық күтіп отыр бұны.